Енді мәселен біз мынау кейбір жігіттеріміз мәселен қолдары мына көкірегіне қойып оқып жатыр мысалы. Бізде оны әйелдер оқиды. Осылай. Не үшін әйелдер көкірегіне қойып оқиды десе, бұл әйел кісінің намазы сәтір әураттың үстіне құрылған. Әуратын жабу керек. Мынау омырауын жауып оқиды былай. Ер адамдарға өйтіп оқуға ешқандай дәлел жоқ. Бірде-бір сахих дәлел жоқ. Ана сүннамен оқимыз дейтіндер сонда сахих дәлелді алмаса hem сүннамен оқыған бола ма? Сүннамен оқу үшін сенде сахих дәлел болу керек қой. Мен сүннамен оқып жатырмын деп айту үшін. Адам ұялмай ма мәселен да бір нәрсе мен сүннамен жүрмін, ана мазхабпен жүр деп айтуға да. Мазхабпен жүргендер қайтаға хадиске амал қылған болса, олар сүннамен жүрген бола ма? Жоқ, мазхаб ұстамастан мен сүннамен деп тек қана әшейін сөзбен жүргендер ғана ол сүннамен жүрген бола ма? Мәселен сол Хамбали мазхабының ғалымдарынан Ибн Қайым әл-Жаузи деген ғалым өткен. Сол қазіргі өздерін біз салаф ақидасындамыз дейтін кісілердің ең үлкен аталарының бірі. Сол кісі айтады, Жамил Фаваид деген кітабында айтады, «Инна сүннәті сахид вазур ядайын тахта сүррат» дейді. Сахих сүннет дейді, әлбетте сахих сүннет дейді, екі қолды кіндіктің астына қойып тұру дейді. Бізде ханафилерде бұлай кіндіктің астына қойып тұрамыз екі қолды. Осы кіндіктің астына қойып тұру сахих сүннет дейді. Мен сендердің аталарың өстіп айтып тұр ғой өздерің кітаптарыңда десем, ол кісі осы жерде адасып кетіпті дейді. Беттер бүргетпейді. Ол кісі неше кітап жазған адам да, үлкен ғалым адам да, бірақ беттер бүргетпестен бұл кісі адасып кетіпті дейді. Бауырым, бері кел, сен не оқыдың діннен десең, ештеңе оқыған жоқ. Ештеңе оқыған жоқ діннен. Ешқандай білім жоқ. Сен мына қолыңды мына жерден қойып алдың, бір хадисті білесің бе десең, білмейді. Сен оны кім үйретті саған? Пәленше. Сен сұрамадың ба ол пәленшеден? Бұл қайсы сүннетте келген деп? Бірақ біз кіндіктің астына бүйтіп қойып тұрса, бізден сұрайды. Сен осы кіндіктің астына қол қойып дәлелің бар ма дейді. Бар дәлеліміз. Кеңдер көрсетейік, қанша дәлел керек. Ал бірақ уағызға батсаң, құлақтарына наушник тығып отырады. Не үшін десе, құлағына шындық кіріп кетпесін деп. Өйткені шындық кірген деген ол шындықты алу керек болады ғой. Шындық құлағына кіріп кеткен деген ол шындықты алу керек болады. Ол шындықты ескісі келмейді. Өйткені ана ұстаздар айтып қойған, сенің жүрегіңе күдік түсіп қалады деп, шүбха түсіп қалады деп. Сенің жолың дұрыс екенін білсең, сенің жолың дұрыс екенін білетін болсаң, Құран хадистен күшті дәлелің болатын болса, неге саған күдік түсіп қалады? Сенің жолың дұрыс емес болғаннан кейін саған шүбха түсіп қалады. Сенің жолың дұрыс болмағаннан кейін саған күдік түседі, шүбха түседі. Егер сенің жолың дұрыс болатын болса, шүбха, күдік деген нәрсе саған келмейді.